Кеш жарық, құрметті ата-аналар, балалар, бүгін мен сіздерге арнап үлкендерге де, балаларға да тыңдауға болатын екі ертегі оқимын. Осы ертегіден сіздер үлкен ғибрат алыңыздар. Ғибрат деген ол, ғибрат алыңыздар деген ол, ғибрат деген сөз атамыз Абай Құнанбаев өзінің шығармаларында қолданады. Ғибрат деген үлгі алыңыздар деген сөз. Сондықтан бүгінгі күні мен сіздерге өте қызықты ертегілер оқимын, есте сақтауға тырысыңыздар, оны бірнеше рет тыңдаңыздар. Егер сіздер кез келген жерде әңгіме арасында осы ертегілерді қосып айтып отырсаңыздар, сіздерге қаншама халық таң қалады, сіздермен достасқысы келеді. Өйткені бұл ертегіні тек қана ақылды адамдар ары қарай айтып бере алады. Ал енді мен сіздерден, құрметті тыңдармандарым, сұрайтыным, сіздер осы ертегіні тыңдап болғаннан кейін, егер сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, лүпіл қойыңыздар, содан кейін осы ертегілерді басқа да тыңдаушыларға сіздер айтыңыздар, шақырыңыздар. Егер біз өзіміздің тілімізді, осы дінімізді, ділімізді ары қарай дамытатын болсақ, қазақ халқы бай болады, ақылды болады, елімізде тек қана жақсылық болады. Ал енді ертегіні тыңдайық. Бүгінгі бірінші ертегіміз ырыс қашса туыс қоймайды деген ертегі. Мұқият тыңдаңыздар. Бұрын бір жалғыз басты туыс деген жігіт болыпты. Ойдан орады, қырдан қырады, артып-тартып үйіне 2-3 айда бір келіп, үйіп тастап тұрады. Бірақ та дүниесі артпайды, кеми береді, берекесі болмайды. Қасында жақын отырған бала шағалы бір әйел көршісі бар екен. Оның ешқандай табары жоқ, үй айналысынан алысқа бара алмайды. Бірақ тұрмысы күннен күнге гүлдене береді. Туыс бұл қалай деп сұрап, ақылға барып сынатады, кеңес сұрайды. Ақыл айтады, бақытқа бардың ба дейді. Туыс бармағанын айтады. Ақыл, ендеше сен соған бар. Ол тентек менің айтқанымды орындатпайды, бұзып жүреді дейді. Туыс бақытты іздеп келе жатып, жолдағы бір қара қосқа кіреді. Кірсе бір шал мен бір кемпір, бір бойжеткен ақсақ қыз отыр екен. Туыс түстеніп кетерінде шал туысқа аманат тапсырады. Бақыттан сұрай келші, қызымды қандай адамға берейін дейді. Туыс жүріп кетеді. Келе жатып дария жағасындағы басын иіліп жерге тиіп тұрған бір бәйтеректің көлеңкесінде демалады. Бәйтерек аманат тапсырады. Басымды жаңа шыққан уақытымнан бері жер тартып жібермейді. Бұған не амал қыламын дейді. Бақытқа жетіп келген жұмысын айтып болған соң, бақыт туысқа, ақылға бармадың ба дейді. Туыс айтады, бармадым. Бірақ ол әуел сізге бар, әйтпесе ол менің ақылымда орындамайды, бұзып жібереді дейді. Бақыт күліп рас депті. Бақыт бәрін тыңдап болып туысқа былай дейді. Қайт, бара жат бәйтеректің басын игі тұрған бір тұлып алтын бар, соны сен қазып ал. Сонда бәйтерек басын көтереді. Алтынның жартысын шал мен кемпірге берді, солардың ақсақ қызын ал дейді. Туыс айтқандарын орындайды. Туыстың өмір содан кейін өркендеп өзгере бастайды. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген, және ырыс қашса туыс қоймайды деген мақал содан қалыпты. Қызық ертегі, өте күрделі, есте сақтауды қиынырақ сияқты, бірақ сіздер бірнеше қайта тыңдаңыздар, жүректеріңіздің лүпілін аямаңыздар. Сіздер де риза, мен де риза боламын. Екінші, бүгінгі күні мен неге бірнеше ертегіні қосып оқып отқаным, олардың мәтін өте аз. Сондықтан сол мәтінді екеуім бір күнге оқып оқырманмен таныстырғым келеді. Өйткені осы екі ертегі, халық ертегісі бір-бірімен тығыз байланысты. Екінші ертегінің аты ақыл, ғылым, бақыт. Бір күні ақыл, ғылым, бақыт үшеуі бір-бірінен артықшылығын салыстырып, таласып сарапқа түсіпті. Сарапшылар оларға былай дейді. Бірінші бақытқа, сен тұрақсыз,
опасызсың, орныңды таңдамай қонасың, қонғаныңды ісін тиесің, тасытасың, ақырында бір күн лақтырып тастап кетесің. Ақылмен тізе қос, сонда көп жасайсың дейді. Екінші ғылымға дүниеде сенен күшті нәрсе жоқ. Қара тасты қайнатасың, дүние жүзін жайнатасың, сақауды сайратасың, жоқты бардан жоқ жасайсың. Барғы ғаламды өзіңе бағындырғың келеді. Бағынбағанды демді әлек қыласың. Түзеу де, бұзу да сенен шығады. Ақылмен бірік, сонда абыроймен ұзақ жасайсың депті. Үшінші ақылға, дүниеде адамзатқа сенен артық дос жоқ. Бірақ ашу үстіне кіріп келгенде орныңды беріп шығасың да кетесің. Ашу бүлдіріп кеткен соң кіресің де ашудың бүлдіргенін оңдайсың. Әуелден орныңнан тұрмай отырсаң, ашу сенің үстіңе кірмеген болар еді. Барыңдар ақыл, сен адам бол, ғалым сен ат бол, бақыт сен қамшы бол. Үшеуің біріксең, ешбір мұң-мұқтаждарың болмайды депті. Қалай керемет ақылды жазылған. Мен ойлаймын, сіздер осы ертегіні түсіну үшін оны бірнеше рет тыңдап, бірнеше рет лүпіл қоясыздар деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі күнгі біздің ертегіміз аяқталды. Сіздерге осы ертегілер ұнайды ғой деп ойлаймын. Мені қолдаңыздар. Өзіміздің қазақ халық ауыз әдебиетінде таралған ертегілерді ұрпақтан ұрпаққа беру үшін біз дәл осындай сабақты пайдаланып отырмыз. Келесі кездескенше қош сау аман болыңыздар.